Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге қазақ үй шеберханасы. Бүгін сәуірдің 12-сі біздің кезекті үйіміз дайын болды. Бұл 8 қанат, диаметрі 6 метрлік үй. Тапсырыс беруші кісінің өтініші бойынша сырт қоюлары көк түсті болып жапсырылды. Мына іші керегейлері қызыл түсті, оюлы матамен, үсті однотонный матамен жасалынды. Міне тапсырыс берсеңіздер болады. Сіздермен бірге Қазақ үй KZ. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қазақ үй KZ шеберханасы. Бүгін сәуірдің 14-і біздің кезекті үйіміз дайын болды. Бұл 4 метрлік үй. Сырттары осындай ою салынып жасалды. Мына жерлердің барлығы жіптері тартылмаған. Қазірше бос тұр. Міне ішін көретін болсақ, төбесі сары түсті матамен жасалынды, асты көк түсті оюлы матамен жасалынды. Мінекейлеріңіз. Бұл үйлер негізінен малшыларға, демалыс орындарына арналған үй. Хабарласыңыздар, сіздермен бірге Қазақ үй KZ. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қазақ үй KZ шеберханасы. Бүгін Абыт Транс компаниясынан Атырау қаласына бір үйіміз жіберіп жатырмыз. 276 килограмм шықты. Жеткізу құны 25.140 теңге. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қазақ үй KZ шеберханасы. Бүгін сәуірдің 25-і біздің кезекті үйіміз дайын болды. Бұл 6 қанат немесе 5 метрлік үй. Сыртына осындай оюлар салынды. Қызыл түсті оюмен жасалынды. Сырты бисмилля деп ішіне кіретін болсақ, керегесі асты қызыл түсті оюмен жасалынды. Төбесі алтын түстес матамен жасалынды. Мінекейлеріңіз. Есіктер біздің үйдің есіктерін көп сұрап жатады. Есігі жоқ па, түндігі жоқ па? Түндігі бар. Видеоға түсіргенде қараңғы болмасы үшін біз оны жақпаймыз көбінде. Және де есігі де бар. Есіктер темір есіктер. Осындай ішінде ілгек болады. Сыртында құлып салатын жері болады. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қазақ үй KZ шеберханасы. Бүгін сәуірдің 15-і біздің кезекті үйіміз дайын болды. Бұл 6 қанат 5 метр диаметрлі үй. Сыртына көк түсті ою салынып жасалынды. Ішін көретін болсақ, ішінде керегейлеріне ашық көк түсті оюлы матамен, үсті ашық көк түсті жакард деген мата. Бұл дастархан, перде жасауға қолданылады. Сапасы өте жақсы, және де мынандай жақыннан қарағанда жылтырақ гүлдері бар. Осындай матамен жасалынды. Бұл Екібастұз қаласына кетіп бара жатыр. Бұл үйіміз Ермек деген кісінің үйі. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қазақ үй KZ шеберханасы. Бүгін біздің кезекті 4 метрлік үйіміз дайын болды. Бұл тапсырыс берушінің өтініші бойынша сырты жасыл түспен жасалды. Мал шаруашылығына арналған кір көтерімді. Ішіне кіріп көретін болсақ, төбесі мынандай сарғыш түсті матамен жасалған, асты күрең осындай оюлы матамен жасалған. Және де бұл үйдің керегейлері 1 метрден алынды. Себебі тауға алып шыққанға, алып жүргенге ыңғайлы болсын деп. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қазақ үй KZ шеберханасы. Бүгін 14 сәуір біздің кезекті үйіміз дайын болды. Бұл диаметрі 5 метр немесе 6 қанаттық үй. Сырты осылай қызыл түсті оюлар салынып жасалды. Іштері керегесі оюлы қызыл түсті мата, үсті сәбіз түстес сарғыш матамен жасалынды. Мінекей біздің үйлердің барлығы каркастар темір, сырттары 5 қабат материалмен жүреді. Су өткізбейді, жаңбыр өткізбейді. Міне көрсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қазақ үй KZ шеберханасы. Бүгін сәуірдің 12-сі біздің кезекті үйіміз дайын болды. Бұл 12 қанат немесе ішкі диаметр 8 метрлік үй. Сырты қызыл түсті ою басылып жасалынды. Міне көргендеріңіздей. Және де іші керегесі қызыл түсті оюлы матамен жасалынды. Төбесі үзіктері оранжевый однотонный матамен жасалынды. Ішкі диаметр 8 метр немесе бұрынғы үйлердің есебімен есептесек 12 қанат болып есептеледі. Және де бұдан басқа біз 4 метрлік
диаметрден бастап осы 8 метрге дейін жасаймыз. Хабарласыңыздар, сіздермен бірге Қазақ үй KZ. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қазақ үй KZ шеберханасы. Бүгін сәуірдің 25-і біздің кезекті үйіміз дайын болды. Бұл 6 қанат немесе 5 метрлік үй. Сыртына осындай оюлар салынды. Қызыл түсті оюмен жасалынды. Сырты бисмилля деп ішіне кіретін болсақ, керегесі асты қызыл түсті оюмен жасалынды. Төбесі алтын түстес матамен жасалынды. Мінекейлеріңіз. Есіктер біздің үйдің есіктерін көп сұрап жатады. Есігі жоқ па, түндігі жоқ па? Түндігі бар. Видеоға түсіргенде қараңғы болмас үшін біз оны жаппаймыз көбінде. Және де есігі де бар. Есіктер темір есіктер. Осындай ішінде ілгек болады. Сыртында құлып салатын жері болады. Міне